Жалпы мынау 2024 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаевтың тікелей бастауымен елімізде Наурыздың 10 күндік бағдарламасы дайындалды. Оның алдында да біраз ашық сұхбат ретінде елдің көптеген ұсыныстарын ескере отырып, біздің осы идеологиялық саладағы ең бір негізгі мәселелерін бұл Наурыз мерекесі ғой. Біздің бабаларымыздың сан ғасырдан бері тойлап келе жатқан үлкен мерекелерінің бірі болып саналды. Енді былайша айтқанда, біздің түркі халықтары, оның ішінде біздің ата-бабаларымыздың қазақ халқының Наурыз мерекесі бұл жыл басы деп саналынатын дүниесі. Өйткені өздеріңізге белгілі 22 Наурыз күн мен түннің теңелетін уақыты деп жатады, жаңарудың уақытысы деп жатады. Бірақ енді қазіргі таңдағы Наурыз мерекесінің өзі тек қана бұл бір халыққа ғана тән мереке емес. Бұның өзі, мәселен, парсы мемлекеттері тойлайды бұны. Кавказ мемлекетінде тұратын халықтар тойлаған. Осы Орта Азиядағы түркі халықтары мәселені қарап отырсақ, Ресей Федерациясының ішіндегі түркі халықтары бар, мәселен, Саха бар, Якут бар, Гагауздар бар, Шорлар бар. Бұлардың барлығында дерлік осы сол бабаларынан қалған әлі күнге дейін оларда да осы Наурыз мерекесі деген ұғым әлі күнге дейін тойланып келе жатыр. Құрметті көрермен, бүгін 21 Наурыз, дәл бүгін елімізде ұлттық мерекеміз әз Наурыз тойланып жатыр. Олай болса, қадірлі көрермен, біздің енді бүгінгі санымызда, бүгінгі мерекелік шығарылымда арнайы қонақтарымыз таныстырып кетейік. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығы ғылыми зерттеу және үйлестіру бөлімінің басшысы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Байболов Берік Қыстаубайұлы, және де біздің әріптесіміз, журналист, әрі ақын жігіт, осы талай жерде дүлдүл болып жүлде салып жүрген Бауыржан Ерман бауырымыз. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып осы Наурыз мерекесінің қарсаңында Наурыз тойының тойлануы, Наурыз тойының қазіргі уақыттағы біздің ұлтымыз үшін қаншалықты маңыздылығы жайында сөз қозғайтын боламыз. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді аға, жаңа енді айтып жатырмыз ғой, Наурыз мерекесі тек қазақтар үшін ғана емес, көптеген осы басқа да ұлттар үшін ерекше бір мереке, ерекше бір мейрам деп жатырмыз. Сіздердің балалық шақтарыңызда Наурыз қалай тойланды? Қазіргі уақытта дәл сол бір өзіміздің балалық шағымыз бәрібір ыстық сияқты көрінеді ғой. Біздің кезімізде Наурыз тойы күшті өтетін сияқты деп айтып қалып жатамыз. Қатты жаңа таң қалдырған нәрсе осы нәрсе болып тұрды. Жаңа 10 күндіктің өзінің біздің енді арнайы мереке болып енгеніне биыл 3-ші жыл болса, қазірдің өзінде жаңағыдай ұлттық киімді киіп жүру ешқандай ұят емес. Наурыздың 10-нан бастап, күн жылғаннан бастап, қазір енді көпшілік, енді мысалға бір мекеменің өзінде 10 адам жұмыс істесе, сол 10 адамның бір екеуі киіп жүргенінің өзі, оның өзі жай-жай қадам басылып келе жатқанның көрінісі сияқты да. Ондан бастап, ал кәдімгі, оның үстіне нарық қатты бейімделді. Айналдырған 1-2 жылдың көлемінде қазір осындай қазақша киім тігетін, қазақша шапан тігетін үлкен компаниялар көбейіп жатыр. Бұрын осы 3-4 жыл бұрын осындай шапандар кәдімгі сапалы шапандар қымбат еді ғой. Өте қымбат. Қазір мысалы бәсеке көп, шығаратын, оны тігетін жаңағы тігін қаналар көп шығарып жатқан. Көбейген сайын, бәсеке болған сайын халыққа қолжетімді бағаға келеді ғой. Енді мысалы 2-3 жыл бұрын мен кәдімгідей қымбат болды. Көпшілікке қолжетімді бағада емес. Сосын жұрттар амал жоқ не істейді? Кимейді оны. Одан мысалы ол бағадан әлемдік брендтердің киімдері арзан болады. Соны алып киеді. Ал арзан шапандар болды, олар жаңағы китте жүретін шапандар еді ғой. Ол шапандарды киюге алатын тұғымыз. Қазір қарап тұрсаң, кәдімгі жасқа да, үлкенге де қолайлы етіп, тамаша. Кездерге мысалы әлеуметтік желіні ашасың да, тапсырыс бересің, үйіңе әкеліп береді. Размерін сұрайды бәрін. Жалпы мынау 2009 жылы ЮНЕСКО-да осы Наурыз мерекесін тойлау туралы, Наурыз мерекесін тойлау
мәдени жаңа материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілді осы мерекені тойлау туралы. Ал 2010 жылы біріккен ұлттар ұйымында бұл мақұлданды. Наурыз мерекесін тойлауды. Сіз айтып жатсыз, әлемнің жарты халқы бұл мерекені тойлайды. Көрдіңіз бе, қазір халықаралық ұйымдардың өзі бұл мерекені тойлауды енгізген өздерінің бағдарламаларын. 2009 жылдан бері осы халықаралық деңгейде негізделді. Қазір қабылданды осы мереке, Наурыз мерекесі. Енді аға, осы жерде бір сұрақ туындайды. Біз енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жай келе жатыр, барлығы бұрынғы осы қазақ тарихында тойланған мерекенің енді қайттан бір жаңғырып жатқанын көріп жатырмыз. Бірақ енді сол мынау кеңес үкіметі кезінде біздің жоғалтып алып, әлі күнге дейін таба алмай жатқан осы Наурыз тойында тойланатын, бірақ өзімізге қазір әлі күнге дейін соны енгізе алмай жатқан нәрселеріміз бар ма? Енді өзіңіз осы ғалым ретінде өзіңіз осы нәрсені біздің қазақ қоғамына, қазақ наурызына қайтадан алып келу керек, біздің тарихымызда осындай нәрсе болған дейтін нәрселер бар ма? Жалпы мынау 26 жылға дейін біздің қазақ халқы бағана де айтып өтті, 26 жылға дейін бұл мерекені 1926 жылға дейін Наурыз мерекесі тойланып келген қазақ жерінде. Бірақ мынау кеңес үкіметінің тұсында бұны діни сипат алды деген желеумен бұны өткізу, атеизм басым заманда бұны тойлауға тыйым салып тастаған. Тыйым салып тастағанмен, бірақ жаңалдегі сіздер айтып өткендей, жылда көктем мезгіліне шыққан кезде осы жылға жеткенімізге шүкіршілік деп жаңағы көрші ауылды шақырып сондай ас беру дәстүрі кеше күнге дейін біздің жаңағы дәстүрімізде бар. Бірақ біз неден ажырап қалдық деген дүние бар. Жаңа сіз бір керемет бастаманы айтып кеттіңіз. Қазір көршілер бір-бірінің үйіне кірмейді деген дүние бар. Біз осы дүниеден ажырап қалған бірден бір факті бұл. Осы дүниеден ажырап қалдық. Себебі көрші ауылдың өзін осы Наурыз көже дейді, Наурыз тойға шақырып тойлау, мәселен бір қазанға асылған тамақтан қаншама адам тамақ жеу, бұл бауырмалдыққа, достыққа, жақындыққа тәрбиелейді, былайша айтқанда. Бір дастарханның басында отырып пәтуаласу, бір дастарханның басында отырып жаңағыдай жақсы әңгіме айту деген сияқты кейбір дүниелер осы 1926 жылдан 1988 жылға дейінгі аралықта үзіліп қалғанда осы дүниеден біз кішкене ажырап қалдық. Бұның енді астарында үлкен мән жатыр ғой, қарап отырсақ. Бірақ мынау 1986 жылы өздеріңізге белгілі Алматыда үлкен жаңағыдегі қазақ жастарының үлкен толқыны болды. Сол кезде қазақ жастарына көп айып тағылды. Сол кездегі Қазақстан жаңағыдегі компартиясының бірінші хатшысы Колбинге қатысты көптеген әңгімелер айтылды ғой, енді ол кісінің келуіне байланысты көптеген мәселе. Сонда сол кезде біздің мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз сол кезде коммунистік партияда қызмет жасап тұрған кезде сол кісіге осы мәселені көтереді. Осы қазақ халқының 1926 жылдан бастап ажырап қалған үлкен мерекесі бар. Жаңағыдегі Наурыз деген мереке. Ол осы түркі халықтары, әлемнің жарты халқы тойлаған мереке. Егерде осы мәселені біз халыққа қайтаратын болсаңыз, осыны заң жүзінде қабылдайтын болсақ, елдің, халықтың сізге деген ықыласы ерекше болады деген секілді дүние ғой. Енді бұл жерде үлкен дипломатия жатыр, қарап отырсақ. Енді сөйтіп 88 жылы осы Наурыз мерекесі Қазақ СССР-інде алғаш мәрте мемлекеттік деңгейде жаңа тойланған мерекелердің бірі болды, қарап отырсақ. Ол үлкен жұмыс былай қарап отырсақ. Енді сол 88 жылдан бастап біздің Қазақстанның әр түкпірлерінде, әр өңірлерінде тойланып келді. Бірақ дей тұрғанмен, Өзбекәлі ағамыз 1970 жылдан 1975 жылға дейін мынау Торғай облысы құрылды бізде, орталық Қазақстанда. Қазір Қостанай облысына қосылып кетті. Сол жерге бұл кісіні Алматыдан үшінші хатшы қылып жібереді. Сонда бір облыстың идеология бойынша үшінші хатшысы болып барады. Сонда ағамыз не істеді? Ағамыз ол жерге барып қазақтың жоғын түгендеді. Қарап отырсақ. Мынау қарап отырсақ, сол облыстан театр құрды.
фольклорлық ансамбльдерді құрды. Үлкен музей ашты, қарап отырсақ. Сонымен бірге, жаңағыдегі айтып өттім ғой, кеңес үкіметінде бір деңгейде тойланатын мерекелер болды. Сол мерекені тойлаған кезде, соның негізгі бөлігі ретінде осы Наурыздың кейбір тойланатын мерекелерін соның арасына қосып отырып қарап отырсақ. Сонда Өзбек ағамыздың тапқырлығы Наурыздың бастамасын ол кісі 70-ші жылдан бастап қалай бастады? Күн тәртібіне қойып, осыны дамытып, болашақта біз мемлекеттік деңгейде тойлайтын деңгейге жеткіземіз деп бастаған ісі 88 жыл жүзеге асты, қарап отырсақ. Соның бүгін біз соның жемісін көріп жатырмыз қазір. Ал осы Орта Азия мемлекеттерінің барлығы Наурызды Қазақ ССР-нан кейін тойлады. Біздің Қазақ ССР ең алғашқы мәрте осы Наурыз мерекесін ең алғашқы тойлаған мемлекеттердің бірі ретінде тарихта солай қалды, қарап отырсақ. Енді қазіргі таңда енді біздің ұлттық ойындар дейді, олардың барлығы өзінің деңгейімен тойланып жатыр, оған шүкіршілік. Енді біз аса бір құнды дүниелерімізден айырылып қалды дейтін дүние жоқ. Мына қазіргі осы Наурыздың 10 күндік тойлануының өзі сол біздің кеткен, ұмытыла бастаған кейбір салт дәстүрлерімізді тірілтуге, жаңғыртуға үлкен рөл атқарады деп сенемін. Енді айтып жатырмыз ғой, шынымен ешқандай салт дәстүрімізді жоғалтып алған дәнеңес жоқ, бірақ біз сабақтастық жоғалтып алғанбыз ғой негізінде. Дұрыс айтасыз. Мысалы, ата мен немеренің арасындағы, әже мен немеренің, әкелер мен балалардың арасындағы байланыс қазір әлсіреп бара жатыр да. Мысалы, қазір біздің өзіміз сондай нарғы заманы ғой. Жұмыстан барамыз үйге, бала бақшадан келеді, бір сағат ойнасаң ойнадың, ойнамасаң ол да жоқ. Кейбір адамдар, кейбір отбасыларға қонаққа барғанда көресің, балаларына YouTube қосып береді да, бұл қарамайды. Мысалы, сол сабақтастықты біз жоғалтып алдық қой. Қазір көп деген жастар әлеуметтік желімен сабақтасып кеткен да. Ертең оның арты қандай боларын бір Құдай біледі. Одан кейін жаңағы көрші ауыл деп жатыр. Көрші ауылды шақырып тойламаймыз деп. Көрші ауылымыз қойыңыз, кәдімгі өзіміздің көршімізді шақырамайтын деңгейге жетіп қалдық қой кейде. Бізде жаңағы қазақ өзі дана халық қой, бәрін біліп айтып кеткен ғой. Айналаңды таспен емес, доспен қорша деді. Біз келдік те таспен қоршап қойдық. Көршіні арнайы үйіне бармасаң көрмейсің. Ол көрмеген адаммен көзден кеткен, көңілден кетеді деп. Мысалы, Тасқамалдың ар жағындағы көрмейтін адаммен айына бір рет кездессең, ара суи бастайды ғой. Біз сол енді қазақ өзіміздің бабаларымыз айтқан тыйымдар, ескертулерді негізінде елемей жүрміз. Сол нәрселер көбіне зерттелмейді. Қазір мысалы енді елдің ішінде жаңағы айтсаң тиіп кетеді кейде. Имамдар, ұстаздар көп қой. Құранды айтады, дінді айтады, соны бүге-шүгесінен зерттеп айтады, бірақ осы қазақтың өзінің мәдениетін осылай тереңдетіп айтатын адам, әрбір жаңа даналық сөздер, қанат сөздердің мән мағынасын ашып айтатын адам аз болып тұр ғой негізінде. Сол өзіміздің ұлттық кодымыздан ажырап бара жатырмыз ғой. Енді ауылдық жерде тұрғандар болса, ол нәрсені мойындайтын шығар. Біздің енді баяғыда көршілеріміздің арасында, екі үйдің арасында қоршау болмайтын еді ғой. Ана үйдің баласымен біз араласып ойнап жүре береміз. Оның үйдің баласы біздің үйімізде жүре береді. Оның үйінің малын біз қараймыз, біздің үйіміздің малын ол қарайды. Солай араласып, құраласып жүре береді. Енді сол кезде шынымен де жаңағыдай нәрсе ғой. Жаңағы біздің бала кезімізде ыстық болған секілді деп айтып жатқаным да сол да. Біздің бала кезімізде сол көршінің үйіндегі баламен бірге Наурызда қатты күтетін едік. Кеше сенің үйіңдегі, оның үйіндегі анасы Наурыз көжесі деп бізге қолымызға ұстатып жіберсе, бүгін менің үйімдегі анам Наурыз көжесі деп оның қолына ұстатады.
ол үйіне қуанып барады, пәленшенің үйіне наурыз көже жеп келдім деп. Бір-біріміздің үйімізге қуанып, бір-бірімізден ешқандай уайымсыз қайғы кешіретін уақыттарымыз болғаннан кейін де мүмкін сағынатын шығармыз. Бірақ енді қазір мен енді жаңағы ұмыт болған дәстүрлеріміздің қайта жаңғырып жатырғаны шынымен қуантады. Жаңағы айтып жатқаным да сол, кейбір нәрселер ұмытылып қалып қойған жоқ па деп. Бізде енді мысалға көрісу мерекесі деген мерекені мынау әсіресе осы батыс өңірлерде қатты тойлайтын еді. Қазір осы соңғы кешегі осы 10 күндік тойлана бастағаннан кейін барып, осы оңтүстік өңірлерге де келіп жатыр. Сол секілді басқа өңірлерде бар нәрселер біздің осы оңтүстік өңірлерге, біз енді қазір Түркістан қаласында отырмыз ғой, киелі, қасиетті мекен, түркі дүниесінің жалпы астанасы деп жатамыз. Осы ұмытылып қалған басқа өңірлерде дәстүрлер бар ма деп жатқаным ғой, осы менің сұрағым келген. Басқа өңірлердегі дүниелердің бірлігі, жаңа сіз айтып отырсыз, амал мерекесі деп, амал мерекесі дегенді біздің өңір оншалықты бізде олай тойламайтын тұғын. Бірақ енді естіп жататынымыз осы батыс өңірінде, Маңғыстауда, Отпантауда жиналып, халық жаңа көрісіп жатады, көрісу мерекесі деп солай тойлайтын тұғын. Кеше енді соның барлығын әр өңірдегі осындай ерекшеліктерді алып, осы 10 күндікке қосты ғой. Бір шетінен дұрыс. Өйткені ол дәстүр қазаққа тән дәстүрге былайша айтқанда. Сол дәстүрді осы 10 күндікке қосуының басты алғы шарты да осы шығар деп ойлаймын мен. Екінші, жаңағыдегі дұрыс айтып жатсыз, біздің сабақтастығымыз ажырап қалды деген дүние ғой бұл жерде. Бірақ енді мынау бізде мынандай дәстүр бар тұғын. Бала күнімізде бір үлкен кісінің үйінде бір жиын болса, балдардың бәрі ойнап жүреміз, сол кезде үлкен кісілерге табақ тарқатады. Ет ауқат тарқатады да. Сол ет ауқат тарқатқанда үлкен кісілерден қалған табақты жас балдарға біздерге беретін тұғын. Үлкендердің тоқсаба ауыз тиіңдер. Сол кісілердің жеген табағынан біз таласып жүріп тамақ жейтін тұғымыз. Себебі олардың бары бір ауылдың ақсақалы, бір ауылға билік айтатын, жаңағы жөн жосыққа салатын, тоқтам айтатын ақсақалдары. Солардың табағынан біз тамақ жеуді бір таласып тұрып жейтін тұғымыз. Қазір қарап отырсақ, жаңағыдегі ойланып отырсам, сол дәстүрлер қазіргі біздің жаңадан түсіп жатқан келіндер бұл дәстүрді көп ұмытып бара жатыр мәселе. Осы дәстүрлерді біз жаңғыртып отыруымыз керек. Жаңағы қазақта сөз бар ғой, керемет үлкен осында қария кісілерге, ақындарға, жазушыларға, біреулер балдарын тұсауын кестіріп жатады, аузына түкіртіп жатады деген дәстүр бар ғой. Осы табақтан ауыз тию дегеннің мәнінде де үлкен бір қарап отырсақ, бір салт санаға әсер ететіндей үлкен дүние жатыр. Осы нәрседен біз қазір қарап отырсақ, кішкене ажырап бара жатқан сияқтымыз. Бұның да бір тәрбиелік мәні бар, былайша қарап отырсақ. Сондай қариялардың жеген табағынан бізде жеп жатсақ, мысалы баяғыда бір үйге би тоқтайтын болса, сол үйге бүкіл ауыл жиналып, жаңа биді күтіп, тамақ беріп, сол қалған тамақтан әрқайсысы жаңа тәбәрік ретінде жеп отырғанда, осы дәстүр бізде қазір осы дәстүрден кішкене қалып бара жатыр. Осы алыстап барды. Осы дәстүр қайтадан жалғасын тапса, нұр үстіне болады. Құлақ жейтін бала да қалмады дейсіз. Дұрыс айтасыз. Баяғыда енді бізде кәдімгі арнайы асату деген нәрсе бар еді. Ол нәрсеге кішкентай майда шүйде сияқты нәрсе болғанмен, оның барлығы біздің бір қазақы болмысымыздың қалыптасуына әсер ететін дүниелер еді. Біздің енді кішкентай кезімізде шынымен де жаңа сіз айтқан кезде есімізге түсіп жатыр. Жаңағы қазір енді балалардың өзін қинап жүріп қолға су құйғызудың өзі үлкен бір мәселе болып кетті ғой. Біз баяғыда бала кезімізде осы ауылдың ақсақалдары келсе, солардың айналайын бақытты бол деген сөзін есту үшін қолымызға құманымызды жаңағы иығымызға сүлгімізді дайындап, сол кісілердің батасын алу үшін дайындалатын. Оның өзі идеология ғой, енді үлкенге құрмет көрсету ғой. Өте үлкен идеология ғой. Батасын алу. Алғыс алу деген бұл өте үлкен жақсы дүние ғой, былайша қарап отырсақ. Осы сіз жаңағыдегі айтып отырған нәрсені біз әрдайым жасатып отыруымыз керек. Мынау кішкентай балалар үйге қонақ келсе, барамыз біз раковинадан жуғыза саламыз қазір. Бірақ осы дәстүрді әрдайым жасап отырсақ, мен мәселен үйде осындай бір жиын жасап отырсам, мен ұлдарым өсіп кетті, бірақ ағамның кішкентай балдары бар,
мектеп оқитын балалар. Соларды шақыртып, соларға су құйдырып жатамыз. Сонда үлкендердің бәрі олар алғысын айтып жатады. Әрине. Бір кезде қарап отырсаң, бір ішің жылып қалады анау. Балдардың істеп жатқан жұмысын көріп, сосын ана елдің алғысы деген қандай керемет. Алғыс алу дегеннің жалпы өзі бір керемет. Әрине. Біреуден жыл сөз есту дегеннің өзі бір қандай керемет. Жаңағы 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли дейді ғой. Ол мысалы қанша кісі келеді үлкен. Бат аласың, бат аласың, өргенің өссін дейді, бақытты бол дейді. Сонымен біреуінің тілегі қабыл болады ғой. Оның бәрі идеология ғой негізінде. Одан кейін тағы бір сөзімізге қоса кетейін, бізде түзейтін бір нәрсе бар негізінде. Әсіресе осы біздің өмірде жарысады ғой, дастархан жайып жарысады ғой. Оның ішінде пайдалысы бар, пайдасызы бар, химиясы бар. Ең бірінші соларды қояды. Кәмпит, печенье деген нәрселер бар ғой. Адамға тәтті болғанмен бір пайдасы жоқ қой олардың. Соларды қояды, ет, қымыз келгенше ананы жеп тояды адам. Одан кейін етті, қымызды кім ішеді? Дұрыс айтасыз. Біздің наурыз көже желінбей қалып жататын өзіміздің ұлттық кодымызда, қанымызда ол ет жейтін, қымыз ішетін қасиет бар ғой. Ол ет жемегесін, қымыз ішпегесінде біздің кейбір қырларымыз қазір өліп бара жатқан сияқты. Әлсіреп бара жатыр. Енді бір факт келтіре кетейін. Өткен жылы 2025 жылы Түркістан қаласы жалпы Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына еніп, осы 10 тонна наурыз көже пісіріп, сондай бір үлкен қуантарлық жағдай болған. Біз енді осы наурыз көжеге бір оралайықшы. Наурыз көже, наурыз десе, бірінші кезекте елдің асыға күтетін асы ол наурыз көже. Біздің енді қазіргі уақытта әр өңірде бұл наурыз көжені дайындаудың да әртүрлі өзінің құрамы бар, әртүрлі дайындауы бар. Біздің енді қазіргі уақытта осы наурыз көжені жейтін бала азайып бара жатқан жоқ па? Кейде мынау сол наурыз тойларына барып жатсақ, әсіресе осы наурыз көжеге таласып жататындар үлкендер. Балалардың таласып наурыз көже жеп жатқан байқамаймыз. Бұған да жаңағы айтып жатқандай химиядан құралған кейбір азық-түліктердің көбейіп кеткеніне себеп қой енді. Бірақ біз енді жаңағы айтып жатсыз, өзіміз осы інілер ме, әсіресе әкемнің балалары осы бала болғаннан кейін соларға үнемі айтып отырамын. Осындай үлкендердің алғысын алу керек деп, соларға қолға су үздірсін. Ал өзіңіздің балаларыңызға осы наурыз көжені үнемі тұрақты наурыз көжеге асығып жету керек. Наурыз келген кезде наурыз көжені асығып жеу керек деп айтып жүресіздер ме? Міндетті түрде, әрине. Өйткені біз балдардың бәрін қазақ мектепте тәрбиеледік. Қазақша тәрбие үйде барлығы бізде осы дәстүрімізге сай жұмыс жүргіземіз, тәрбие жұмыстарын жүргіземіз. Балдарымыздың алды қазір студент үлкендері, кішкентайларының өзі мектеп қабырғасында жүргенмен, бірақ бізде жаңалдегі жыл сайын, менің қазір анам бар, 80-нен асып кетті қазір. Бірақ біз жыл сайын өзіміздің жақындарымызды, көршілерімізді, ағайындарымызды шақырып, жылда осы наурыз айының аяғында, сәуір айының басында міндетті түрде наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көжені менің анам дайындайды өзі. 7 түрлі асты көбінше пайдаланады. Жаңағы оның ішіне қосады, бидай қосады, сосын жаңағы сары жүгері, ақ жүгері қосады, су қосады, тұз қосады, құрт езеді, жаңа айран қосады деген сияқты осылай қылып жасайды. Енді бір керемет дәмді болады. Ал жаз мезгілінің өзінде біз осы наурыз көжені жасап қойып, үйдегі тоңазытқышқа салып қоямыз. Соны жаздың күні адам қатты шөлдеген кезде соны ішіп жейтін болса, қарын тоқ жүреді. Одан артық сусын жоқ. Одан артық сусын жоқ. Біз осы көктемнен бастап, ертең осы қара күзге дейін біздің үйде наурыз көже үзбейміз. Оны ішіп отырамыз. Осыдан бір әңгіме шығады ғой. Біз көп нәрсені осы наурыз кезінде уақытша ғана орындаймыз. Осыдан көп мысалы ұлттық киімді киіп жүрміз дегенмен көбісі осы мерекеде киеді, мерекеден кейін іліп қояды шегеге. Күнделікті тұрмысымызға енді бұрын болған ғой, біздің негізінде күнделікті тұрмысымыз осындай салт дәстүр, әдет ғұрыптармен байланысты болған ғой. Бірақ енді жаңағы осыдан 100 жыл бұрын ажыратып, бізден алыстатып келіп өмірімізден де алыстатып жіберген да. Енді мен ойлаймын, алдағы уақытта осы қайттан өмірімізге былай тұрмысымызға ену керек та. Біз біте қайнасып кету керек. Біз мерекеде ғана мысалы наурыз көжені мерекеде ғана ішеміз ғой. Былай енді сіздің үйіңізде болғанмен басқалардың үйінде ол нәрсені жазда көрмейді ешкім, наурыз көже деген естімейді де, ол нәрсені қозғамайды да. Сол үшін
жаңағы тұрмысымызға жайлап енгізуіміз керек қой негізінде. Иә. Мәселен, оны жаңа наурыз көжені ішіп жүрген бала, жаңа сіз айтқандай көшенің жаңа магазинде тұратын, былайша айтқанда сусындарға, тәтті сусындарға әуесі де болмай қалады. Мына бір шетінен қарның тоқ жүреді, бір шетінен салқындатып ішкенге өте бір керемет, таптырмайтын дүние ғой. Ішінде ағарған бар, адамның иммунитетіне көтеретін мәселен. Ішіне сосын жаңа қазақ сұр етпен қазы қартаны салып дайындаса, ол кереметтің кереметі болады енді қарап отырсақ. Иә, енді бізде қазір енді осындай үлкен бір қате ұғым қалыптасқан ғой. Бізде қазақ десе, қазақ дастарханының өзі кедейленіп кеткен ғой. Тек бешбармағымыз бар, қазақша ет деп айтайық. Енді бешбармақ деген сөздің өзі де негізінен қате сөз ғой негізі. Иә, қазақша етіміз бар, бауырсағымыз бар, сосын қымызымыз бар. Одан басқа бір ас жоқ секілді. Қазақта одан басқа бір дастарханда ештеңе бұрын соңды болмаған секілді қылып көрсетіп тастаған. Бірақ енді осы біздің жаңағы айтып жатқан наурыз көжеміздің өзі осы бір қазақы дастарханымыздың көркін ашып, біздің бір әдет ғұрпымыздың үлкен бір бөлігіне айналып кеткен. Жалпы енді жаңа айтып жатырмыз, енді жақсы нәрсені қозғап кеттіңіз. Тек осы наурыз кезінде ғана киілетін киіміміз, тек наурыз кезінде ғана ішілетін наурыз көжемізді біздің енді қазіргі уақытта жыл 12 ай ішіп жүрсек те, жыл 12 ай киіп жүрсек те, ешкім бізге әй қой деп айтпайды ғой. Дұрыс айтасыз. Осы жөнінде айтайықшы, біз енді жалпы қазір енді жастарға мынаны істе, ананы істеме деп айтатындай уақыттан да кетіп қалды ғой. Негізі қазір енді біреуге бірдеңе істе деп айтуға қорқатын уақыт болды ғой. Менің ойымша бұл нәрсені нарыққа қосу керек қой. Мысалы да ұлттық киімді айттық қой. Ұлттық киім бұрын жаңағы еш жерде сатылмайтын, мерекелерде киілетін еді. Нарыққа енді көбейді, бәсеке көбейді, оны ұсынатын жаңағы өндірушілер көбейді. Айналаңда ұлттық киім сатылып жатқасын, ол нәрсені бағасы қолжетімді болып тұр, алып киіп жүре бересің да. Наурыз көжені де осылай қосу керек деп ойлаймын. Қазір мысалы көптеген өнімдерді енді өндіріп шығарып жатыр. Мысалы түйенің сүтінен жаңағы витаминдер, дәрі, конфет сияқты қылып дайындап жатыр. Жаңағы сүзбелер, одан кейін жент дейді, жентке жаңа шоколад қосып дайындап жатыр. Сол сияқты наурыз көжені де бір ыдысқа құйып сатса ол өтеді ғой. Өзіміз қолға алмай жатырмыз да. Бір жаңағы кәсіппен айналысатындардың идеясына сәйкес келмей жатыр ма, әлде бұны ойлайтын ешкім болмай жатыр ма? Мен енді жақында ғана осы біздің Түркістан қаласындағы бір үлкен магазиндердің бірінен көріп қатты қуандым. Кәдімгі енді біздің жаңа ішіп жүрген энергетиктердің ыдысы бар ғой, жаңа қаңылтыр қалбыр ыдысқа. Соған кәдімгі айран құйып сатып жатыр екен да. Оны енді бір кәсіпкер бастады ғой. Сол кісіге енді ол кісінің кәсіпкердің атын да білмеймін, бірақ осы қалбырда кәдімгі қаңылтыр ыдыстағы айран өндіріп жатырған азаматқа осы жерде алғысымды білдіргім келеді. Осы бір біздің сусынымызды кәдімгі ұстап жүргенге қолайлы етіп, біздің енді бәріміз қазір осы бір қалбырдағы сусынға құмар болдық қой. Сол заман талабына сай етіп, кәдімгі айранды, біз енді осы уақытқа дейін айран деген нәрсені тек жаңағы қағаз ыдыста болды ғой. Сол ыдысты оны күнделікті жаңағы көлігіңе салып алып ішіп жүргенге де қолайсыз болатын. Ана нәрсені кәдімгі арнайы көлікке қолайлы етіп, көлікке алып жүргенге қолайлы етіп шығарып жатыр екен. Сол үшін осы жерде арнайы телеарна ұжымының атынан, өзімнің атынан алғыс қылып айтып кеткім келеді. Анау бізде Бауырдақ деген орталық бар ғой, ұлттық тағамдар беретін. Сол жерге барсаңыз, соның менюында біздің жаңа құрт қосылған жаңағы сорпалар мен сосын жаңа біздің наурыз көже бар сол жерде. Кейбір кезде қыс мезгілінде сағынсам, мен сол жерден барып міндетті түрде ішіп тұрамын. Содан кейін біздің Түркістанда Қазыбек би көшесі бар, білесіздер, Кентауға шыға берші. Сол жерде жыл 12 ай бұрын көшенің бойында сатады, қазір үйінде сатады. Адамдар, түркістандықтар оны өте жақсы көреді. Жуковскийдің салқын көжесі дейді. Ол жерге барсаңыз, күндіз кәдімгідей қазір үйінен ашып қойған. Жыл 12 ай барсаңыз, сол жердің наурыз көжесінің дәмі басқа наурыз көжелердің дәмінен өзге. Мен бір күні барып, жұмыстағы жаңағы артымыздан өсіп келеткен жас жігіттер бар. Соларды мен анда-санда алып барып тұрам, жаз мезгілінде жүрді, барып көже ішейік. Сонда көже ішіп отырып, жаңа сол жерде дайындайтын қыз әкеп құйып беріп жатыр. Сонымен үйде үлкен адам бар ма? Жоқ, айта беріңіз, не айтасыз? Мен бір нәрсе сұрайыншы сіздер. Айтыңыз. Сіздер
наурыз көжеге айран қоспайсыздар деді. Өйткені наурыз көжеге айран қосылған наурыз көженің дәмі бөлек болады. Иә, әрине. Сіздер мынаған құрт езесіздер, яки болмаса қаймақ қосасыздар мынаған деймін да. Өйткені ішілгенде адамға өте бір жұмсақ кетеді, сосын дәмі аузынан кетпейді оның. Иә, ұмытпайды. Бір ішкеннен кейін екінші күн тағы да барып ішкім келіп тұрады да. Сондай дайындау әдісінде бір өзгешелік бар. Сөйтсем жаңағыдегі қыз маған күледі. Сіз негізінде рецебін өте жақсы білесіз дейді. Мен айтамын, маған айта бер, жаным, мен бірақ сенің бизнесіңе араласайын деп жатқанымда. Мен бірақ бұны бала көз ашқаннан, бала күннен бері ішіп келе жатқан дүние болғаннан кейін әр үйден ішкеннің разницалары болады. Мәселен, баяғыда біздің көршілеріміздің үйі шақырса, білетін пәленшенің үйі жаңағы наурыз көжеге шақырып жатыр, ол үй сүр ет қосады постоянно. Біз білеміз, ол үйдегі апаның рецебін біз біліп отыратындығымыз. Ал кейбір үйлер жаңағыдегі қамырды елеп, жаңағыдегі турап майдалап, кейбір үй сондай қосып жатады. Қамыр қосып жатады, ана кеспе көже деп жатады, сондай қосып жатады. Сонда ана әр үйдегі апалардың жасайтын рецебін бала күнде жаттап алғанбыз. О, пәленшенің үйінікі тәтті болады, себебі оның үйі бүгін ана неге жаңағы наурыз көжеге жаңағы сұр ет қосады, сосын жаңағы қазы қата қосады деген секілді сондай ерекшеліктер бар. Кеңес берем, егерде жаңағы наурыз көжені жыл 12 ай ішкілеріңіз келсе, Бауырдаққа барып ішіңіздер. Бір, екінші жаңағыдегі Қазыбек би көшесінде магазиндерде, дүкендерде де сатылады ол. Жуковскийдің көжесі деген наурыз көжесі деп жазылып тұрады. Енді бұлайша айтқанда жаңағыдегі рекламасы былайша айтқанда ол жерде рекламаны қажет етпейді. Мен бірақ бір дүние, бізде Түркістанға көптеген шетелдік туристер келеді ғой. Сол шетелдік туристерге біз осындай отандық өнімдерімізді дәріптеуіміз керек. Дәріптеуіміз керек. Сонда мен анау біздің Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алдында жаңағыдегі қазір тамақ ішетін орындар бар. Арбат деген жаңағы Жеті қазан ба, қандай еді? Жеті тандыр деген, тандыр болып аты өзгеріп кетті ғой. Сол жерлердің рецебін кейбір кезде барып қарасам, өкінішке орай жаңағыдегі европалық кухнядағы жаңағы тамақтарды енгізіп қойғанда, соны кейбір кезде соның бір ретте басшысына барып бір жолығайынсам, жаңағы сол жердегі қыздарға ылғи да айтып кетем, бірақ өкінішке орай ол орындалмай жатыр. Сол себептен өзіміздің осындай қазақтың салт дәстүріне қатысты сондай тағамдарды, сондай орталықтар ас мәзіріне қосса деген ұсыныс айтқым келеді мен. Сонда бізге келетін шетелдік туристер, қазақтар не тамақ жейді, бұлардың ерекшелік қандай деп. Мәселен, құрт, біздің құрт сатып жүретін апалар бар. Соны кейбір кезде жаңа полицейскийлер қуып жатады да. Мен айтамын, жігіттер тиіспеңдер, бұлар сауда істеп жатыр дейсіңдер ғой, бұлар мен байып кетпейді. Бірақ біздің ұлттық тағамымызды бұлар дәріптеп жүр. Рахмет айтуымыз керек бұларға. Деймін ғой. Бірақ енді мен айтамын да, бұлар қуғанша сен бұл кісілерге айт. Апа, сіз үстіңізге ұлттық киім киіп алыңыз. Бет әлпетіңіз дұрыстаңыз, әдемілеп, санитарлық жағдай, кимешек киіп сатсыншы, қандай көрініс, қандай басқаша болар еді. Мәселен қарап отырсаң, ана құртты жеген адамға құрттың дәмі бәрібір басқаша. Тамақ әрі, ол сусын, дәмін алады адам аузын. Қарап отырсаңыз, бір керемет дүние. Негізінде ондай нәрседен қыспауымыз керек. Қайта оны қазақы қалпына келтіріп, жаңа киімдерін кигізіп, солай қылып жасаса. 1 метр жер беріп, сол жерге істеп беруге де болады. Бір енді қандай бір керемет дүние. Енді мысалға біздің мынау атақты туристер ең көп келетін жерлердің бірі қазір енді керуен сарай кешені болса, сол керуен сарай кешенінде қазір енді түріктің балмұздағы да тұр, көпшіліктің жаңағыдай баратын жері. Өзбек ағайындардың палауханасы да тұр. Бірақ енді сол жерде 1 метр жерге құртымызды, қымызымызды, жаңағы айтып тұрған Жуковскийдің көжесін сататын болса қандай. Енді біздің мен студенттік шағымда дәл осы Жуковскийде өткен филология факультетінде біздің енді кәдімгі шынымен сол жерден ауқаттанып, сол жерден тамақтанып, сол жердің сусына жаңағы қасындағы бәлішімен бірге бір жесеңіз, сол кәдімгі күні бойға ас болып
тойып жүресің ғой. Студент адамға одан арзан, одан денсаулыққа пайдалы. Денсаулыққа қандай керемет. Мынандай да, бұл жерде мәселе бар ғой, жоқ емес, бар. Жақсы дүниелер бар, бірақ көбейту керек та. Мысалы, қазір қай жерге барсаң да, суши, пицца дейді ғой. Кез келген қаланың 20 бөлікке бөлсең, 20 бөліктің бәрінде бар да. Қолжетімді, бағасы да қолжетімді, сосын көзге көрініп тұрады. Ал ол нәрсені енді біреу Жуковскийға іздеп баруға уақыты болуы мүмкін, біреуде болмауы мүмкін. Ана жерде өз филиалдары тұрса, ол кезде жақын жерге бара салады, алып жей салады. Дәріптелуі аз болып тұр. Біздің ұлттық тағамдардың бір. Екінші, бәсекелестік жоқтығынан дамымай жатқан себебі де осы деп ойлаймын. Осы жағын кішкене ретке келтірсе, нұр үстіне нұр болатын еді ол. Мәселен, сосын қазір қарап отырсаңыздар, мектепте оқушыларға қазір төмен класс, бастауыш класстың оқушыларына тамақ беріп жатыр ғой мектепте. Мүмкін соның да ас мәзіріне осы өзіміздің ұлттық тағамдарды енгізу керек сияқты. Балаға күнде бір құрт мәселені, ірімшік, болмаса жент берілетін тамақтарына да мәселен. Осындай дүниелерді мүмкін қосса, бұл да балаға әсер етеді. Құрт та жент де бір қатты қымбат дүние емес. Одан кейін бір таңғалатын бар ғой, біздің қазақтың ұлттық тағамдары бар ғой, бір ашып бүлініп кетпейді ғой. Тұра береді ғой. Мысалы, қымыз ашыған сайын күшті бола береді. Айраныңды сәл ашса, тұз қосып ішсең қандай керемет. Шалап болады мәселені. Табиғи түрде сақталатын өнімдер да. Бізде жаңағыдай ғой, бір стандарттарға қатып қалғанбыз ғой. Еуропалық дейді, басқа дейді. Мысалы, мектептің менюі да сондай ғой. Жаңағы фабриканың өнімдеріне байланып қалған. Енді жалпы бұл жерде біздің енді айтқымыз келіп жатқаны мына мәселе ғой. Енді мысалға жаңағы туристерді, Еуропадан келген адамды Еуропаның тамағымен таңғалдыра алмайсыз. Олар басқа нәрсе іздеп келеді. Біз мысалға басқа бір елге баратын болсақ, ол жақта ойбай қазақтар келіпті ғой деп қазақтың тамағын ұсынбайды ешкім. Әркім олар өздерінің саудасын жасап, өздерінің ұлттық тағамын бізге қинап болса да жегізеді. Сен ол жақта бірнеше күн болғаннан кейін амалсыз сол елдің дәстүріне. Ешкім қинамайды ғой, өзің жейсің ғой. Ол жерде амалсыздан сен аш қалмауың керек, сол жердің тамағын жейсің, сол жердің атын ішесің, сол жердің суын ішесің, сусын ішесің. Сол секілді біздің енді қазақтың осындай бір ұлттық тағамдарын шетелден келген туристерді солармен таңғалдырмасақ, олардың өздерінің тағамын өздеріне ұсынып тағалдыра алмаймыз. Біз енді қасымызда тұрған көрші тұрған Өзбекстан елін алып қарасақ та болады ғой. Мысалға осы өздерінің беш қазан деп айта берейік, енді өздерінің атауларымен беш қазанын қазіргі уақытта Орта Азия елдеріне атақты бір асханаға айналдырып, мейрамханаға айналдырып шыға келді. Қазір былай қарасам бір сұмдық палау емес қой. Бізде мен Түркістан палауынан тәтті емес. Түркістанда одан асқан палаушыларды, одан асқан палауханаларды көріп жүрміз ғой. Бұл жерден жаңағы дәріптеу да. Дәріптеу сол бізге дәріптеу жетіспей жатыр. Енді дәл осындай құрметті көрермен, біздің енді Наурыз тойымыздың да дәріптелуі аз болмасын деген ниетте, Наурыз тойының да осындай тойлануы, Наурыз мерекесінің елдің арасында ұмыт болмауы, жаңағы айтып жатқандай 10 күн емес, жыл 12 ай Наурыз мерекесін асыға күтетін мерекеге айналдыру мақсатында жасалып жатқан жұмыстар. Бұның барлығы да біздің енді осы подкастымызда осы бір көпшіліктің назарын осы бір мерекеге аударайық. Осы өздеріңіз секілді елдің алдында жүрген жандарды шақырып, Наурыз мерекесінің қарсаңында ел жұртты бір арнайлап құттықтайық деген ойымыз. Ендеше өздеріңіздің тараптарыңыздан құрметті көрерменді Наурыз мерекесімен бір ауыз құттықтап өтсек. Құрметті қазақстандықтар, Түркістан телеарнасының тұрақты көрермендері, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Қазақ елі әрқашанда жасай берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау Түркістан телеарнасының ұжымына үлкен шығармашылық шабыт тілеймін. Осындай қазақи бастамаға негіз болған бағдарламаларыңыз жалғасын тауа берсін дегім келеді. Ұлыс оң боп, мерекеге ұласа берсін. Рахмет. Құрметті Түркістан телеарнасының көрермендері және барша қазақ елінің азаматтары, сіздердің ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ата-бабаларымыз енді бұл күнге
жаңағы соқырға таяқ ұстатқандай қылып бәрін айтып кеткен ғой. Самарқанның көк тасы еріген күн, күннен түн теңелген күн деп. Осындай ұлық мерекеміз мәңгілікке жалғаса берсін, және осының мәнін ұғынып тойлайтын азаматтар көп болсын. Жастарымыз қазақтың мәдениетін, салт дәстүрін ұмыт қалдырмайды, ұрпақтар сабақтастығы ары қарай дами берсін деп тілеймін. Құрметті көрермен, біз де сіздерді Түркістан телеарнасының атынан арнайы дәл осы Наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Шаңырақтарыңыздан шаттық үзілмесін. Ендеше келесі тамаша мерекелерде кездескенше аман сау болыңыздар.